Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. 79-ші сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймын деп аталады. Бүгінгі сабақта септік жалғауының емлесі тақырыбын өтеміз. Сонымен қатар мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыруды және септік жалғаулардың қалай жазылатынын білуді үйренеміз. 74-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді тыңда дейді. Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Табиғаттың жері мен суы, орманы мен тасы, жануарлары мен өсімдіктері адам үшін тіршілік етудің басты көзі болып табылады. Сондықтан табиғатты туған анаңдай көріп, туған ұлыңдай қорғауың қажет. Оған бабаңдай табынуың керек. Егер сендер ағаштарды аяусыз сындырып, гүлдерді жұлып, құстардың ұясын бұзып, жазықсыз жәндіктерді өлтіріп, ағып жатқан суға қоқыс қалдықтарын тастасаңдар, табиғат анамыз тарығады. Мұндай жағымсыз қылықтардан аулақ болайық, балалар. Бұл мәтін менің отаным тәуелсіз Қазақстан кітабынан алынған. Енді осы мәтінге қатысты тапсырмаларға назар аударамыз. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр дейді. Бірінші сұрақ: егер табиғатты қорғамаса, қандай апатты жағдай болуы мүмкін? Екінші сұрақ: егер апатты жағдай болса, адам үшін зияны қандай? Келесі сұрақ: егер жеріміз бен суымызды ластайтын болсақ, өзіміздің өмір сүруімізге әсері қандай? Одан кейін, егер табиғат анамызды жағымсыз қылықтармен ластайтын болсақ, қандай жағдай орын алуы мүмкін деген қосымша 3 сұрақ құрастырдық. Келесі 75-ші жаттығуда жұмбақты оқып жатқа айт, шешуін тап дейді. Алдымен жұмбақты оқып аламыз, содан кейін жаттаймыз, сосын барып бұл жұмбақты оқығаннан кейін шешуін табамыз. Екі ішек бар далада, ауылды жалғар қалаға, қаланы жалғар ауылға. Екі ішекпен зулайды ел, жауында да, дауылда. Мұның жауабы рельс. Өйткені екі ішек деп тұрғаны сол рельстің жолын айтады. Және ауылдан қалаға қатынайды, қаладан ауылға адамдар қатынайды. Осы екі ішекпен зулайды дейді. Пойыздары жүретін жолды рельс деп айтады. Сондықтан мұның жауабы рельс. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударамыз. Зат есімдерді тауып, қай септікте тұрғанын айт дейді. Жұмбақтағы зат есімдер ол ішек, не бар? Ішек бар. Қайда? Далада. Келесі: нені? Ауылды. Қайда? Қалаға. Нені? Қаланы. Қайда? Ауылға. Немен? Ішекпен. Не зулайды? Ел зулайды. Неде? Жауында. Неде? Дауылда. Бұл жердегі ішек дегеніміз не деген сұраққа жауап береді? Бұл атау септігінде тұр. Келесі: далада. Қайда деген сұраққа жауап береді? Бұл жатыс септігіне жатады. Одан кейін ауылды. Нені деген сұраққа жауап береді? Және д деген бұл табыс септігінің жалғауы. Келесі: қалаға. Қайда деген сұраққа жауап береді? Бұл барыс септігінің сұрағы. Ға деген барыс септігінің жалғауы болып саналады. Келесі: қаланы. Нені деген сұраққа жауап береді? Бұл табыс септігінде тұр. Одан кейін ауылға. Қайда деген сұраққа жауап береді? Және ға деген барыс септігіне жататын жалғау. Келесі: ішекпен. Немен деген сұраққа жауап береді? Бұл көмектес септігіне қатысты. Одан кейін ел деген не деген сұраққа жауап береді? Бұл атау септігінде тұр. Келесі: жауында немен және дауылда немен деген сұраққа жауап береді? Және бұл жатыс септігінің сұрақтары, және мен деген жатыс септігіне қатысты жалғау. Әрі қарай жалғастырамыз. 76-ші жаттығуда берілген зат есімдерді екі түрлі септікке қойып, жақшадағы сөзбен тіркестіріп жаз деген тапсырма берілген. Гүлнұр жақшаның ішінде бару деген сөз бар. Одан кейін жіп деген зат есімге қасында жақшаның ішінде байлау деген сөз бар. Қол деген зат есімге жуу деген жақшаның ішіндегі сөз бар. Және ән деген сөзге айту деген жақшаның ішінде сөз берілген. Енді бізде төменде үлгі берілген, жіпті байлау. Байлау деген сөз өзгермейді. Жіп сөзінің қасына біз жалғауларды жалғайтын боламыз. Сол кезде жіп деген сөзге т жалғауы жалғанады. Сонда бізде жіпті байлау деген сөз тіркесі шығады. Бұл бірінші септік бойынша. Ал екінші септік бойынша пен жалғауын жалғаймыз. Сонда бізде жіппен байлау деген сөз тіркесі шығады. Енді осы үлгіге қарап бірінші сөзді талдайық. Гүлнұр бару деген сөзге, Гүлнұр деген зат есімге ға жалғауын жалғаймыз. Сол кезде Гүлнұрға бару.
Бұл барыс септігіндегі түрі, себебі ға деген барыс септігінің жалғауы. Келесі екінші септік бойынша Гүлнұрмен бару. Кіммен бару? Гүлнұрмен бару. Мен бұл көмектес септігінің жалғауы. Жіпті байлау деген екінші берілген мысал бойынша біз айтып өттік. Жіпті байлау бұл табыс септігінде тұрған сөз. Себебі жіпті деген нені деген сұраққа жауап береді. Келесі жіппен байлау бұл көмектес септігіндегі түрі. Себебі немен байлау? Жіппен байлау бұл көмектес септігінің сұрағы. Келесі үшінші қол жуу дегенге қолды жуу. Нені жуу? Қолды жуу бұл табыс септігіне жатады. Одан кейін екінші септік бойынша қолмен жуу. Немен жуу? Қолмен жуу. Немен деген бұл көмектес септігінің сұрағы. Төртінші бізде ән айту деген сөз тіркесі бар. Бұл жерде ән айту сол осылаймен қалай береді. Себебі ән деген бұл не деген сұраққа жауап береді. Не айту? Ән айту. Атау септігіне жатады. Екінші септік бойынша нені айту? Әнді айту. Бұл табыс септігіне жатады. Себебі ді деген бұл табыс септігінің жалғауы. Келесі 77-ші жаттығуда мәтелді оқып жатқа жаз деген тапсырма берілген. Алдымен мәтелді оқып алайық. Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті. Енді осы мәтелдегі көмектес септігіндегі сөздердің жалғауына назар аудар дейді. Бізде мәтелдегі көмектес септігіне жататын сөздер ол жасымен және тасымен деген сөздер. Себебі мен деген бұл көмектес септігінің жалғауы. Келесі мәтелдің мағынасын түсіндір дейді. Мәтелдің мағынасы әрбір дүниенің ашатын өз көрікі бар. Ел жасымен көрікті дегені еліміздің болашағы жастар. Сол жастар елімізді дамытады, бақты етеді деген мағынада. Ал тау тасымен көрікті дегені тау тастардан құралған. Әдемі етіп көрікті қылатын сол тастар екендігін меңзеп тұр. 78-ші жаттығуда төмендегі сөздердің тиістісін қойып өлеңді қалпына келтір. Бізде төменде тиісті сөздер берілген. Ол жапырақшаларда орналасқан сөздер. Бірінші анамның, одан кейін басқаны және күн деген сөздерді өлеңдегі бос орындарға қойып өлеңнің ұйқасын келтіреміз. Өз отаным маған күн, мен басқаны ұқпаймын. Әкем менен анамның айтқанынан шықпаймын. Бұл өлеңнің авторы Тұманбай Молдағалиев. Әрі қарай жалғастырамыз. 79-ші жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз деген тапсырма берілген. Тиісті септік жалғауларын сөйлемді оқи отыра, ондағы сөздерге сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Алдымен бірінші сөйлемді оқимыз. Табиғат, адам бөліп қарауға болмайды. Бөліп қарауға болмайды. Нені бөліп қарауға болмайды? Табиғатты. Т жалғауын жалғаймыз. Табиғатты кімнен бөліп қарауға болмайды? Адамнан. Адамнан деген сөзге нан жалғауын жалғаймыз. Келесі екінші сөйлем су, қоқыс тастама. Не істеме? Тастама, не тастама? Қоқыс тастама, қайда тастама? Суға тастама. Демек су дегенге ға жалғауын жалғаймыз. Бұл барыс септігінің жалғауы. Келесі үшінші сөйлем құстар ұясын бұзба. Не істеме? Бұзба. Несін бұзба? Ұясын бұзба. Нелердің ұясын бұзба? Құстардың. Демек, дің жалғауын жалғаймыз. Келесі төртінші сөйлемде бұл оқиғаны журнал оқыдым. Не істедім? Оқыдым. Нені оқыдым? Оқиғаны. Қайдан оқыдым? Журналдан оқыдым. Демек, журнал дегенге дан жалғауын жалғаймыз. Енді осы сөйлемдерді әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. 80-ші жаттығуда табиғатты қорғайық нұсқаулығын толықтыр. Бірінші бізде ағашты кеспе. Екінші гүлді жұлма. Әрі қарай үшіншіге суды ластама деген нұсқаулықты толықтырамыз. Төртінші орманды өртеме. Бесінші қоқыс тастама. Алтыншыға құстардың ұясын бұзба. Осылай табиғатты қорғайық нұсқаулығын толықтырып жазып шығамыз. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.